Қайырлы күн достар, пайдалы кеңес айдарына қош келдіңіздер. Бүгін дүйсенбі, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз бүгін бауырсақ дайындаймыз. Оны көру үшін астындағы подписаться бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала үлкен рахмет. Бауырсақ дайындау үшін бізге айран, ұн, қант, тұз және сода керек, ас содасы. Осы керек заттарды бір-біріндеп қосып аламыз. Айранның үстіне бір ас қасық қант. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір шай қасық тұз араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне ұн қосамыз. Ұнды араластырмай тұрып, үстіне бір шай қасық ас содасын қосып, барлығын бірге жақсылап илеп аламыз. Қамыр қолға жабыспайтындай жақсылап илеп алып, 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Видеодағыдай қамырды кесіп, дайындап, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Ас болсын. Сіздерге видео ұнаса, төмендегі подписаться бөліміне өтіп, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.